Сәлем құрметті тыңдарман, ресми ақпараттар әрдайым біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Атырауда жаңа электр желілері іске қосылды. Атырау облысында Қазақстанның батыс аймағының электр желілерін нығайту мақсатында салынған жаңа электр желілері іске қосылды, деп хабарлайды Атырау пресс тілшісі. Ресми қосу рәсіміне телекөпір алқары Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайылов қатысты. Бұл туралы Прайм-министр KZ мәлім етті. Желінің өткізу қабілетін арттыру және Қазақстанның батыс аймағындағы тұтынушыларды тұрақты энергия қуатымен қамтамасыз ету мақсатында Кегок акционерлік қоғамы Батыс Қазақстан энергетикалық торабы Атырау Маңғыстау бағыты бойынша жалпы ұзындығы 780 шақырымға жоқ 220 киловайт 5 электр беру желісін салды. Жұмыс барысында 4,2 мыңнан астам электр бағаналары орнатылып, Оралская, Индер, Қолсары, Теңіз қосалқы станцияларын кеңейту қамтамасыз етілді. Сондай-ақ Қарабатан жаңа таратушы қосалқы станциясы іске қосылды. Жобаны іске асыру нәтижесінде электр желісінің қуаттылығы айтарлықтай ұлғайтылды. Батыс Қазақстан энергетикалық торабы Атырау учаскесінде 100 мегаваттан 200 мегаваттқа дейін, Атырау Маңғыстау учаскесінде 50 мегаваттан 200 мегаваттқа дейін. Нәтижесінде батыс аймақ желісінің сенімділігі 2 есеге артып, апат ықтималдығы төмендеді. Әлихан Смайылов өз сөзінде бұл стратегиялық маңызды жобаның батыс аймағының энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және экономикалық даму үшін маңызы зор екенін атап өтті. Мұның барлығы электр желілерінің өткізу қабілетін 2 есеге ұлғайтуға, сондай-ақ еліміздің батыс өңіріндегі тұтынушылар үшін энергоблоктар. Оның ішінде Маңғыстау атомный электрокомбинат станциясында авариялық жағдайлардан санын едәуір азайтуға мүмкіндік береді, деді премьер-министр. Батыс аймақтың электр желісін нығайту, сонымен қатар оның әрі қарай Қазақстанның бірыңғай электр энергетикасы жүйесімен интеграциялануына негіз болмақ. Құрылыс жұмыстарына отандық металл және темір-бетон тіректері, сымдар, оқшаулағыштар мен трансформаторлар пайдаланылды. Қазақстандық қамту үлесі шамамен 70%-ді құрады.